Сәлем достар, бүгін сковородкаларды сыртын ағартатын боламыз. Оған белесна, кір сабын, ас содасы қажет болады. Міне менің сковородкаларым өте қап-қара болып кеткен. Май жиналып. Біраздан бері тазартылмаған еді. Іші сыртын. Міне бұл кастрөлге қайнаған су қоямыз. Қайнатып, қайнаған суға кір сабын саламыз. Бірінші тюркадан өткізілген. Екінші ас содасын саламыз. Ас содасын өздеріңіз көз мөлшерімен сала берсеңіздер болады. Үшінші белесіне саламыз. Мен белесінім азырақ болды түбінде. Соның бәрін қосып жердім. Осылай көбіктенеді. Менікі суы сәл азырақ болып, тағы қосып жердім үстінен. Міне тапаларда сала берсек болады. Нан пісіріп жүрген тапам. Бәрін салдым. Екінші бауырсақ пісіретін тапамды салам. Майы деген бетіне шығып кеткен. Біраз болған еді, тазаланбағалы. Енді картошканың қабығын салып жердім. Крахмалы бар болғаннан кейін. Енді өздеріңіз байқайсыздар. Көресіздер. Мен бұны бірінші рет жасап тұрмын. Осылай салып жересіздер. Үйдегі қарайып кеткен, май басып кеткен ыдыстарды салып жерсеңіздер болады. Қасық, белгі, шөміш, легендерімді салып жердім. Бәрі жылтырап шықты. Ойлағанымдай әп-әдемі болып шықты. Осылай қапақтарын салып шөміш, сүзгіш, шайнек ложка, соларды салып жердім. Су аз болып тұр, енді суға қайнаған су бір қостым үстіне. Осылай 3-4 сағат қайнатасыздар. Май әбден ерігенше. Міне ыдыстарымның результаты жылтырап шықты. Көргендеріңізге рахмет. Бірден қолдау күтемін. Тіркеліп лайк басып отыруларыңызды сұраймын. Алла разы болсын.